Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Құлтынай. Бірнеше күн бұрын Корея жаңалықтарында Кореяға келген 3 туристіміз Кореяның подвалының туалетінің төбесі арқылы темірді тесіп шығып, қашып кеткен жаңалық пайда болды. Осы қашып кеткеннен кейін 3 сағаттың ішінде бәрібір осы жұмысшылардың қолына түсіп, депорт алып елімізге қайтқан. Осы ситуациядан кейін Корея кедендік бақылау одан да бетер қатты бола бастады. Әрине өте аянышты. Сонымен қатар бірнеше күн бұрын менің Instagram парақшама бір сообщение келді. Ол сообщениеде осында қыдырып келген азаматымыз Кореяда Инчон әуежайында подвалда жатқан жайында хабарландыру болды. Ол кісінің айтуы бойынша бұл кісі расында да осы жерге қыдырып келген. Сонымен қатар оқуға түскісі келіп, қалтасында оқу құжаттары және оқудың ақшасына дейін болған, бірақ сұрақтарға дұрыс жауап бере алмауының себебінен подвалға түскен болатын. Осы кісінің маған жіберген подвал жайлы бейнежазбалары да өте көп. Сәлден кейін осы бейнежазбаның ішінде оларды да көрсететін боламын. Дәл осылай расында да саяхаттап келген немесе оқуға келген азаматтарымыз шынымен де саяхаттап келді, бірақ кіре алмай жатады. Өте аянышты. Сол үшін бүгін сіздерге Кореяға келген кезде кедендік бақылаудың сұрақтарынан қалай өту керек және ол үшін қандай дайындықтар қажет, осы жайында айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Кореяға расында да саяхаттап немесе оқу бойынша келген азаматтарымызға аз да болса көмегі тисе екен деген мақсатта осы бейнежазбаны өздеріңізге ұсынамын. Біріншісі әрине самолетке билет. Ең бірінші сіздер дайындауларыңыз қажет, ол самолетке екі жаққа бірдей билет алу. Бір жаққа ғана алсаңыздар, онда мына жерден өте алмайсыздар. Қыдырып келдім дегенде дәлелдеу үшін онда міндетті түрде екі жаққа билет алуларыңыз қажет. Ол және алған күндеріңіз бір аптаға, екі аптаға болмау керек. Қыдырып келген адам ең көп дегенде 5 күн. Осылай болса ғана ол сіздерге сенеді. Сондықтан ұзақ күнге алмаңыздар. Екіншіден, ол қонақ үйге бронь жасау. Кореяға келмей тұрып, алдын ала сіздер қонақ үйге бронь жасауларыңыз қажет. Ол броньды қалай жасайсыздар? Интернеттен жақсылап ол қонақ үй жайында мәліметтерді алыңыздар. Қаншалықты үлкен қонақ үй болса, соншалықты Кореяға турист ретінде кіру мүмкіндіктеріңіз бар. Ал егер де кішкентай мотель немесе гестхаус болса, онда кедендік бақылауда жұмыс істейтін адамдар да сіздің турист болып келгеніңізге сенбеуі де мүмкін. Ал егер де қонақ үйге сіздер енді бронь жасасаңыздар, онда қонақ үйде міндетті түрде инвойс деген құжатты талап етіңіздер. Ол құжат расында да сіз сол қонақ үйге баратыныңызды дәлелдейтін құжат болып есептелінеді. Осы инвойсты өздеріңіз интернет арқылы алып, электрондық пошта арқылы осы құжатты распечатка жасап, өздеріңізбен бірге алып келіңіздер. Кедендік бақылауға келген кезде қайда барасың деп сұраса, қорықпастан осы құжатты көрсете аласыздар. Үшіншіден, ол Кореяның қай жеріне барасыздар, соған алдын ала жоспар. Бұл не деген сөз? Кореяның қай жеріне қыдырып бара жатырсыздар, соны алдын аласыздар, интернет арқылы көріп, ол жерде не бар, не орналасқан, ол жерге барсаңыз қандай қызықтарды көре аласыз. Осы жайында аз да болса сізде мәлімет болу керек. Тіпті ол жерге немен барасыз, автобуспен ба, метромен ба, осы жайлы да міндетті түрде білулеріңіз қажет. Себебі кедендік бақылауда сіздерге осындай қысқа ғана сұрақ қойылуы мүмкін. Кореяның қай жеріне барасың, оған немен жетесің деген сияқты. Осы кезде жақсылап жауап берулеріңіз қажет. Мысалға, мен Намсан тауға барам десеңіздер, онда Намсан тауының ішінде не бар, ол жерден не көресің деген сұрақта қойылуы әбден мүмкін. Жай ғана мен Кореяны көруге келдім деп жауап берсеңіз, онда сізге 100% жұмысшы сенбеуі де әбден мүмкін. Сол үшін осында келмей тұрып нақты әрі қысқа, анық, толық сіздің жоспарыңыз болу қажет. Ол жоспарды мүмкіндігіңіз болса ағылшын тілінде жаттап алыңыз, себебі бұл жерде кедендік бақылауда отырған кезде бірінші сізге ағылшын тілінде сұрақ қойылады. Төртіншіден, Кореяға келер кезіңізде жүктеріңізді жинасаңыз, сіздің жүгіңіз аз болу қажет. Бұл не деген сөз? Егер де сіз расында да демалысқа қыдырып келе жатсаңыз, сізге 5 күнге ғана жететін аз ғана жүк болу керек. Егер сіздің жүгіңіз көп болса, осы жерде отырған жұмысшылар, офицерлер сізге мүлде сенбейді, жұмыс істеуге келіп жатыр деп күдіктенуі мүмкін. Сол үшін аз жүктеріңізді алуға тырысыңыз. Бесіншіден, самолеттің ішіне мінген кезде сізге берілетін декларация қағаздары. Ол не деген сөз? Самолетке отырғаннан кейін сіздің қолыңызға құжаттар беріледі, декларациялық қағаздар және де миграционный құжаттар. Осы екеуін толық әрі нақты таза ағылшын әріптерімен жақсылап толтыруларыңыз қажет. Ол жерде сіздің мекен жайыңызды барлығын сұрайды. Сол үшін жоғарыда айтқан қонақ үйдің мекен жайын, телефон нөмірінде жақсылап жаттап алуларыңыз қажет. Осы декларацияны қалай толтыру қажет, қалай толтырсаңыздар өте аласыздар, осы жайында мен алдыңғы бейнежазбамда айтқан болатынмын. Оны да өздеріңіз бір рет көрсеңіздер болады. Осы декларацияны жақсылап толтыруды да ұмытып кетпеңіздер. Алтыншыдан, басқа ел арқылы кіру.
Бұл не деген сөз? Көп азаматтарымыз басқа ел арқылы кірсек, онда біз оңай Кореяға кіріп кетуіміз мүмкін деп айтып жатады. Әрине, жолы болған адамдар солай кіруде мүмкін, бірақ қайда бармасаңыз да сіздің загранпаспортыңыз Қазақстанның загранпаспорты болғандықтан, менің ойымша басқа елге билет алып ақша құртудың да қажеті жоқ деп ойлаймын. Жетіншіден, ол сіздің қалтаңызда өзіңізбен бірге ақша болу қажет. Ең аз дегенде $1000 ақшаңыз болуы қажет. Егер де сіз қалтаңызда $500 ғана болатын болса, сіздерге кедендік бақылаудан сізге сұрақ қойып, қалтаңызда қанша ақша бар деген жағдайда $500 деп айтсаңыз, онда сіздің турист болып келе жатқаныңызға бұл кісілер мүлде сенбейді. Себебі Кореяда барлық нәрсе қымбат болғандықтан бір аптаға $1000 туристер құртады деп ойлайды. Сол үшін аз дегенде $1000 алып келіңіздер. Тағы бір ескерту, әрине костюм шалбар немесе тойдың көйлегін киіп келіңіздер деп айтпаймын. Сонда да таза ұқыпты киім киіп келсеңіздер, онда кедендік бақылаудан өтулеріңіз әбден мүмкін. Спортивкамен, трикомен осылай өтетін болсаңыздар, онда сіздің турист болып келмей, жұмыс істеуге келе жатыр деп ойлап, өткізбеуі де әбден мүмкін. Оны да естен шығармаңыздар. Ал енді осылардың барлығы дайын, енді міне мен аэропортқа келдім, әуежайдан түсемін дейтін болсаңыздар, онда міндетті түрде аз да болса ағылшын тілін біліп алыңыздар. Себебі бұл жерде ағылшын тілі, кедендік бақылауда ең бірінші сізге қойылатын сұрақтардың бәрі ағылшын тілі болғандықтан, егер сіз ағылшын тілін білмесеңіз де, интернет арқылы немесе осындай YouTube каналдар арқылы алдын ала сіз аэропортта қойылатын сұрақтардың сұрақтарды ағылшын тілінде жаттап алғаныңыз дұрыс. Ал егер де кедендік бақылаудан өте алмай кеңсеге кіретін болсаңыздар, онда орыс тілінен аудармашы болуы да әбден мүмкін. Сонымен қатар, кедендік бақылауда сіздерге сұрақ қойылған кезде қысқа әрі нұсқа жауап берулерің, нақты жауап беріңіздер. Мысалға сізге Кореяға қанша күн келе жатырсың деп айтса, 5 күн деп қана жауап беріңіз. 5 күнге келе жатырмын, 5 күннен кейін қайтамын, немесе 5 күн деп ойлап отырмын, самолетім 5 күннен кейін деген сияқты әңгімені ұзатқан сайын ол жұмысшыларда ашулана бастайды. Және жұмысшылар көптеген қонақтың көп болуына, клиенттердің көп болуына байланысты стандарттық сұрақтарды қояды, соған сіздер нақты әрі қысқа жауап беріңіздер деп айтамын. Ал егер де осы сұрақтарға кедендік бақылауда дұрыс жауап бере алмай, кеңсеге кіріп, кеңседе де сіз өзіңізге дұрыс жауап бере алмай, сенімсіз болып отырсаңыз, онда сізді подвалға жіберуі әбден мүмкін. Сондықтан кеңсеге кірген кезде немесе кедендік бақылауда тұрған кезде сізге жұмысшы сұрақ қойса, өзіңізге сенімді түрде жауап беруге тырысыңыз. Сенімді болсаңыз, ол кісілер де сізге сәл де болсын жеңіл қарайды және жеңіл сұрақтар қояды. Егер де осының барлығына жауап берген күннің өзінде өте алмай подвалға жіберген жағдайда, онда қалтаңызда аз да болса ақша болғаны дұрыс. Себебі подвалға барғаннан кейін сізге 3 мезгіл булочка мен сок қана береді. Қалған бір раменіңіз $3 тұрады, бір кофеңіз $1 тұрады. А егер де сіз еліңізге қоңырау шалғыңыз келсе, немесе басқа біреу қоңырау шалғыңыз келсе, онда телефон 1 минутына $10 тұрады. Сол үшін міндетті түрде қалтаңызда аз да болса ақша болсын деп айтамын. Осы подвалға келгеннен кейін сіз осында келесі рейсіңіз келгенше күтесіз, осында жатасыз. Ал егер самолетта орындар болса, сізді алдын ала сізді басқа рейстермен де жіберу әбден мүмкін. Сонда да сол жердегі аэропорттағы жұмысшыларға сіздің бар екеніңізді, сіздің қайтатыныңызды қайта ескертіп отырыңыз. Егер де жұмысшылар ұмыт кетсе, немесе арасында бір қателік болып сіз қалып кетсеңіз, самолетіңіз кетіп қалса, онда келесі рейске сіз қайтадан өзіңіз ақша алып, қайтадан билет сатып алуыңызға тура келеді. Расында да дәл осындай жағдайда қалған азаматтарымызда бар, оны мен естігенмін. Және де сіздер егер де обратный билетті алмасаңыздар, елге қайтатын билетті алмасаңыздар, ол билеттеріңіз жоқ болса, онда сіздер подвалда сізге қашан туысқаныңыз, ата-анаңыз немесе өзіңіз билет алғанша сол жерде жата бересіз. Сондықтан мен жаңағы бейнежазбаның ең басында айтқанымдай, ең бірінші самолетке билет алған кезде екі жаққа бірдей билет алуды ұмытпаңыздар. Сонда да Кореяға келген кезде сіздің үлкен ақшаңызды құртып келесіз, көп ақшаны құртып келгендіктен үлкен дайындықпен келсеңіздер екен деп айтамын. Бүгінгі менің бейнежазбам сіздерге аз да болса көмегі тисе екен деймін. Кореяға саяхаттап келуші, оқуға келуші жандар, азаматтар мен азаматшаларға тек қана сәттілік, жолдарыңыз болсын деймін. Осы бейнежазбаны менімен бірге соңына дейін тамашалағандарыңызға көп рахмет. Осы бейнежазба сіздерге ұнады ма? Бұдан бұлай маңызды ақпараттар алғыларыңыз келсе, осында тіркеліп, және де менің басқа да ұсынған бейнежазбаларымды көргілеріңіз келсе, осы жерден көрулеріңізді сұраймын.